Кувейт мемлекеті. Кувейт азаматы жұмыс жасамай ақша табады, тапқан ақшасынан салықты төлемейді, несиені 0%-бен алады, тіпті несиеңізді біраз жылдан соң кешіре салуы мүмкін. Кувейт бай елдер қатарында үздік 5-тікке кіреді. Аз уақыттың ішінде көптеген кедей елдерді және бай елдерді зерттеп біле бастағанда, осы бай елдер мен кедей елдерге ортақ бір нәрсе бар екенін байқадым. Ол не деп ойлайсыз? Әрине ол мұнай. Бай елдерде де мұнай көп, кедей елдерде де мұнай көп. Бір ғана айырмашылығы, бай елдердің басшылары ашкөз, жемқор емес, содан болар елі өте бай. Ал кедей елдерге келсек, көбісінің ел басқарып отырған басшылары жемқор, сол себепті халқы кедей. Тіпті көбісінде азаматтық соғыс жүріп жатыр. Жарайды, ал қазір ол туралы емес, көңілді контент көретін боламыз. Бұл видеода өте бай елдің бірі Кувейт туралы айтатын боламыз. Ендеше арнаға жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Кувейт бір кішкентай қала болса да, өз алдына өз тәуелсіздігін алған жеке мемлекет. Астанасы Эль-Кувейт, Парсы шығанағындағы 17.000 шаршы метр аумақты алып жатқан шағын мемлекет. Солтүстігінде Ирак, оңтүстігінде Сауд Арабиясы, ал шығысында Парсы шығанағымен шектеседі. Алдыңғы видеода айтқан Катар мемлекетінде Кувейтпен көршілес. Сілтеме жоғарыдан шығып тұрады, немесе описанияға кіріп көрсеңіз болады. Кувейт экономикасы жөнінен жоғарғы табысқа жетіп отырған мемлекет, әлемдегі мұнай қорының көлемі жағынан 6-шы орында алады, ал Кувейт динары әлемдегі ең қымбат валюта саналады. Бір Кувейт динары шамамен 1500 теңгеге тең, ақш доллары мен евродан 3 есе қымбат. Егер Кувейтте жұмыс жасап, жалақы алып, әлемнің қай елінде айырбастасаңыз да ұтылмайсыз. Кувейт халықтың жан басына шаққанда ұлттық табысының бойынша әлемдегі бай елдердің 5-тігіне кіреді. Араб елдері арасындағы адам капиталының даму индексі бойынша ең жоғары көрсеткішке жеткен. Негізгі жұмыс күші шетелдіктер 2022 жылы мәлімет бойынша Кувейт халқы 4,6 миллион адамды құрайды. Оның ішінде ел азаматтары 1,8 миллион, қалған 2,8 миллион әлемнің түкпір-түкпірінен келген шетелдіктер. Кувейт халқының 30% ғана жергілікті халық, ал қалғаны шетел азаматтары деуге болады. Кувейт шетел азаматтары үшін жұмыс істеуге өте қолайлы ел. Басым бөлігі ел астанасы Кувейт қаласында тұрады. Шетелден жұмыс істеуге келгендердің көп бөлігі Үндістан азаматтары. Үнді елінің сыртқы істер министрлігінің мәліметіне сәйкес 2020 жылы тек үндістандықтардың саны 1 миллионға жеткен. Кувейтте 17 үнді мектебі орта білім беру орталық кеңсесінің құрамына кіреді. Мысырлықтар үнділерден кейінгі үлкен диаспораның бірі. Кувейтте 666 мыңнан астам Египет азаматы жұмыс істейді. Олардан бөлек Пакистан, Иран, Сирия, Палестина, Филиппин азаматтары көп. Кувейт мемлекетінде ішімдік, арақ, шарап, темекі сатылмайды. Және бұл елде Кувейт әмірін сөз қылуға, жамандауға заңмен тыйым салынған. Кувейттіктер өз әмірлерін сайлауда дауыс беру арқылы таңдайды.